Уильям Дефо туралы 10 дерек. Уильям Джеймс Дефо 1955 жылы 22 шілдеде Аплтонда дүниеге келген американдық актер. Оскар сыйлығына 1987, 2001 және 2018-2019 жылдары 4 дүркін үміткер болған. Алтын глобусқа 2001, 2018, 2019 және Британ Академиясының кино сыйлығына 2018 жылы үміткер болған адам. Ол «Взвод» фильмінде 1986 жылы ақш армиясының сержанты Гордон Эллис рөлі, сондай-ақ Миссисипи жанып жатқан от 1988 жылғы, Масықтың соңғы азғыры 1988 жылы, Ағылшын пациенті сияқты фильмдердегі басты және қосалқы рөлдері үшін бүкіл әлемге танылды. 1996 жылғы «Бондок әулиелері», 1999 жылғы «Вампирдің көлеңкесі», 2000 жылғы «Ұсталмаған ұры емес», 2006 жылғы «Үлкен Будапешт қонақ үйі», 2014 жылғы деген фильмдерде және «Өрмекші адам» трилогиясында Норман Осборн Жасыл Гоблин рөлінде ойнады. Актер жоғары бюджетті блокбастерлерде де, артхаус жобаларында да ойнайды. 2018 жылдың желтоқсан айында Дефо Джеймс Мамоо, Эмбер Хёрд, Долф Лундгрен және Николь Кидманмен бірге Аквамен ғылыми-фантастикалық экшн фильмінде пайда болды. 2019 жылы актерді Анасыз Бруклин және Маяк фильмдерінде көруге болады. Уильям Дефоның театр директоры Элизабет Лекомптан туған Джек есімді 1982 жылғы туған ұлы бар. Дефо онымен некеге тұрмай 27 жыл бірге өмір сүрді. Сонымен бірге Дефо әйгілі The Wooster Group труппасының негізін қалады. Жылдан бері Дефо итальяндық актриса және режиссер Джиада Колаграндеге үйленді және американдықпен қатар Италия азаматтығын да алды. Оның ағасы Дональд Дефо хирург және зерттеуші. Бойы 1,75 метр.